Қайырлы күн. Назарларыңызға сабақта қолданылатын жасанды интеллект құралдары бастауыш сыныпта жаратылыстану оқу пәні. Жаратылыстану пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 3 сынып 2 тоқсан. Сабақтың тақырыбы аз қайда қорытылады. 1 сағатқа берілген. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 3-2-3-1 адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтау. 3-2-3-2 ас қорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы рөлін сипаттау. Сабақтың мақсаты адамның ішкі ағзаларының орналасуын анықтайды. Ас қорыту жүйесінің тіршілікке қажетті энергияны алудағы рөлін сипаттайды. Ақпарат көзінің түрлерін қолданады. Құндылық, әділдік және жауапкершілік. Әділдік пен жауапкершілік біртұтас ұғым. Оқушыларға берілетін тапсырма ас қорыту мүшелеріне, мысалы асқазан, тоқ-сүйек, бауыр, ауыз қуысы, өңеш сияқты байланысты ағзалар туралы өлең шумақтары беріледі. Сол өлең шумағын әуенге жасанды интеллект арқылы жасап генерациялайды. Бұны оқушыларға көмектесетін қолданатын жасанды интеллект құралы Суно. Яндекс немесе кез келген браузерден Суно деп жазсақ болады. Суноға кіргеннен кейін уақытша немесе өзіңіздің қолданатын почтаңызды жазсаңыз болады. Сол арқылы тіркелейсіз де создайте құру дегенге дайын мәтіндер, бізде оқушылар дайын промпттағы мәтіндерді алады да жазады. Сол бойынша өлеңнің стилі рок, вокал, әртүрлі стильді, рэпті таңдауға мүмкіндігіңіз бар, және де қыздың немесе ұлдың айтқанын таңдай аласыз. Уақытын қоя аласыз, жылдам немесе баяу. Содан кейін дауысты жіңішкелетіп жуандатуға болады. Бір почтамен тегін 11 өлеңді генерациялай аласыз, және ол өлеңдерді өзгертуге де мүмкіндігіңіз бар. Редактировать етуге рұқсат берілген. Ал егер де 11 өлеңнен асып кететін болса, сіз уақытша почтамен қайттан кіріп, тағы 11 өлеңді істей аласыз. Осындай өлеңдерге бірінші топқа бізге берілетін ауыз қуысы мен өңештің қызметі туралы өлең, екінші топқа асқазан, аш-ішек, тоқ-ішек туралы өлеңдер, ал үшінші топқа бауыр, өт қабы, ұйқы безі туралы өлең шумақтары дайындалып беру ұсынылады. Сол бойынша Суномен оқушылар жұмыс істеп, бір-біріне жұмыстарын көрсетеді. Осылай оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамиды.